Джин Хо 8 жасар бала. Ол 1 жыл бұрын анасы Суваның қайтыс болуына байланысты үнемі күйзеліске ұшырайды. Ол әкесі Уджинмен бірге Сеулден алыс орналасқан шағын ауылда тұрады. Олар сол жерге көшіп келді. Өйткені оның әкесінің қалада тұруға ақшасы жетпей қалды. Уджин жүзуді үйрету орталығында сыпырушы болып жұмыс істейді. Бірақ мектепте ол ең жақсы жүзуші болды. Ол жүзудегі мансабын армандады. Бірақ бірнеше сәтсіз оқиғалардан кейін ол орталықта қарапайым қызметкер болып жұмыс істеуге мәжбүр болды. Күн сайын Уджин жұмысқа бару үшін таңғы сағат 3-те оянады. Жұмысының жартысын аяқтаған соң үйіне велосипедпен барады. Джин Хоны мектепке апарады. Содан кейін жұмысқа қайтады. Бірақ ол үйге келгенде төсегінде Джин Хоны жиі кездестірмейді. Өйткені Джин Хо оянып, анасының шкафында ұйықтауға кетеді. Евгений оны шкафтан суырып алғанда, Джин Хо ауа райы болжамын көру үшін теледидарға қарай жүгіреді. Bir күні болжам жаңбырлы маусымның жақында келетінін айтады. Джин Хо қатты толқып, әкесінен «Әке, жаңбырлы маусым қашан басталады?» деп сұрады. Джин Хо анасының оған ертегілер жинағын сыйлағанын есіне алды және ол бұл оқиғаға қатты сенді. 1 жыл бұрын ол анасының әңгімесін оқыды. Онда әр адам көкке жеткенге дейін 1 жылға жуық бұлт патшалығында қалады деп жазылған. Бұл патшалықта пингвин ана баласына қарап жылады. Жер бетінде жаңбырлы маусым басталғанда пингвин ана жаңбыр пойызына мініп, шағын станцияға келді. Сары плащ киген пингвин сәби вокзалда жылап отырып, анасын күтіп отырды. Пингвин анасы баласымен бірнеше күн бірге болып, оған балық аулауды, ойнауды және құлаған кезде өрмелеуді үйретті. Бірнеше күннен кейін пингвин анасы жаңбырлы маусым біткенше қайтып оралу керектігі туралы хабар алды. Бұл оны қатты ренжітті. Бірақ ол кетер алдында кішкентай пингвин оған тәтті күлді. Кішкентай пингвин анасы күлімсіреп, қолын бұлғап қоштасты. Ал сол күннен бастап кішкентай пингвин анасы бұлттар әлемінен сәбиін бақылап отырды. Бірақ ол енді жыламады. Өйткені енді кішкентай бала бәрін өзі жасай алатын болды. Бұл оқиғаны оқығаннан кейін Джин Хо терезеге қараса, әкесі Суаның суретіне қарап жылап тұрғанын көрді. Фотосуреттің жанында көптеген гүлдер бар. Джин Хо адамдардың Суа босанғанға дейін денсаулығы жақсы, бірақ босанғаннан кейін қатерлі ісікке шалдыққаны туралы айтқанын естиді. Мұны естіген Джин Хо қатты қайғырады және егер ол туылмаған болса, анасы ұзақ өмір сүрер ме еді деп ойлайды. Осы уақытқа дейін алға жылжып, Джин Хо әкесіне жаңбырлы маусым келгенде анасы қайтып келетінін айтады. Уджин мұны естігенде қатты қайғырады. Өйткені ертегілер ешқашан орындалмайды және Суа оларға ешқашан оралмайды. Бірақ Джин Хо талап етеді. Анам қайтып ораламын деп уәде берді. Бұл ертегілер жинағында жазылған. Юджин бұған онша мән бермей, дәл қазір мектепке дайындалайық, дейді. Жаңбырлы мезгіл келгенде біз оны анықтаймыз. Джин Хо әкесі сияқты жиі дұрыс емес нәрсе жасайды. Мысалы, көйлегінің түймелерін дұрыс бекітпеу немесе шұлық кимеу. Оны дұрыс қосыңыз. Уджиннің үй жұмысын дұрыс атқаратын әдеті жоқ. Сондықтан ол онымен күреседі. Екеуі кетер алдында сүйдің суретін сүйіп алады. Күн сайын Джин Хо мектепке жаңбыр жамылғысын киеді. Өйткені ол кез келген уақытта жаңбыр жауы мүмкін деп сенеді және бұл орын алған соң ол анасын қайтару үшін мектепке станцияға барады. Джиннің жылдам жүгіруді немесе велосипедпен жүруді қиындататын мәселесі бар. Бірақ бұл егжей-тегжей оқиғаның соңында анық болады. Уджин Джин Хоны мектепке апарып жұмысқа кетеді. Кетер алдында Евгений Джин Ходан мектептен кейін ағасы Хангтың кафесінде күтуін сұрайды. Күн сайын сабақтан кейін Джин Хо Евгенийді Хангтың кафесінде күтеді. Ханг Евгенийдің бала күнгі досы. Ол Джин Хоны мектепке апарғаннан кейін Евгений жұмысқа кетеді. Бірақ оның әріптесі Хон Чжун, сен бүгін көйлегіңді тағы да дұрыс емес түймеледің, дәл қазіргідей, дейді. Шындық мынада, Хон Чжунның Евгений үшін жұмсақ жері бар. Бұл арада оқу орталығының бастығы Ли мырзаға Хон Чжун қатты ұнайды. Ли Хон Чжунды Евгениймен бірге көргенде, ол қатты қызғана бастайды. Ли оқу орталығындағы қыздарды баурап алуға тырысатыны анық. Бірақ бәрі Евгенийге ғашық болды. Бұл Лидің Евгенийге үнемі ашулануына себеп болды. Ли бір кездері Евгенийді құлату үшін оны итеріп жібермек болған. Бірақ Евгений білмей шетке шегініп, Лидің суға құлап кетуіне себеп болды. Барлығы Лиді оның ақымақтығы үшін мазақ етті. Екінші жағынан, Ханг әрқашан өзінің кафесіне келген кез келген келушіні Ючинмен жақындастыруға тырысатын. Ханг Ючиннің де, Джин Хоның да басынан өткерген жалғыздығына шыдай алмады. Джин Хо мұңайып, Хангқа ертең мектепте жарыс болады. Онда біз отбасымыздың біреуімен бірге жүгіруіміз керек, дейді. Бірақ Джин Хоның әкесі жылдам жүгіре алмайды. Сондықтан Ханг, уайымдама, ертең мен сенімен бірге жүгіремін, дейді. Джин Хо күліп, бірақ сенің ішің тым үлкен, жүгіре алмайсың, дейді. Ханг, менің ішім үлкен болса ше, деп жауап береді. Менің аяғым ұзын, бұл жарыста біз міндетті түрде жеңеміз. Мұны естіген Джин Хо шынымен бақытты болады. Ючин Джин Хоны алып кетуге келгенде, Джин Хо оның қасына жүгіріп келіп, ертең мектепте жүгіру жарысы болады деп құшақтайды. Ханг, ағай менімен бірге жүгіреді. Ву Джин Хангқа қуана қарайды. Ол, бүгін менің кафеме бір сүйкімді қыз келді, дейді. Егер қаласаң, онымен кездесуге баруға болады. Ву Джин Хангтың пікіріне ашуланып, кетіп қалды. Келесі күні Ханг Джин Хо мектебіне жүгіруге дайын болып келді. Осы кезде Ву Джиннің әріптесі Хун Чун Ючинге
бүгін мен сенің жұмысыңды істеймін, деді. Сен Джинхо мектебіне барасың. Мектепте Джинхоның достары оған жарысқа тек отбасы мүшелері ғана қатыса алатынын айтады. Ол мұңайып, формасын қалпына келтірмекші. Бірақ Уджин келіп, мен жылдам жүгіре алмасам да, сен үшін жеңу үшін қолымнан келгеннің бәрін жасаймын деп, оны одан алып кетеді. Жарыс екі бөлікке бөлінген. Оқушылардың жартысы жарысқа қатысады, ал қалған жартысы отбасыларымен жарысады. Жарыс кезінде Джинхоның таяғы оның қолынан түсіп қалған. Ол оны тез көтеріп, әкесіне қарай жүгірді. Ол кезде басқа әкелер әлдеқайда алға жылжып үлгерді. Ал Джинхо әкесінің артта қалғанын ойлап, өзін нашар сезінді. Мұны көрген Уджин Джинхоның мұңды жүзін байқап қалады да, оның көңілін көтеру үшін ол одан сайын шиеленісіп, бар күшімен жүгіреді. Уджин ақыры бәрінен озып, алға шығады. Барлығы оны жігерлендіреді. Бірақ ол мәре сызығын кесіп өтпекші болғанда, ол есінен танып қалады. Сол күні кешке үйге қайтып бара жатқанда, Джинхо мұңайып, әке, өтінемін, анам сияқты мені тастап кетпеңіз, дейді. Мұны естіген Уджиннің жүрегі ауырады. Бірақ ол Джинхоға мен сені ешқашан тастамаймын деп уәде береді. Джинхо қуанып, әкесінің иығына көтеріледі. Үйге барып көрпемізді жуайық дейді. Ханг ағай айтты, егер біз оларды жусақ, жаңбыр жауады, ал жаңбыр жауса, анам қайтады. Дұрыс па? Уджин Джинхоның жазықсыз сұрағына қалай жауап беру керектігін білмейді. Сондықтан олар үйге қайтып бара жатқанда үндемейді. Джинхо ұйықтап қалғаннан кейін Уджин Джинхо мен Суаның бейнелерін көреді. Бұл видеода Джинхо 4 жапырақты өсімдіктерді іздейді. Өйткені анасы оған 10 жапырақ тапса, бір тілек орындалатынын айтты. Сува Джинходан сұрайды. Сенің тілегің қандай? Джинхо сенің тезірек сауығып кетуіңді тілеймін дейді. Бұған қарап, Уджиннің көзіне жас келеді. Келесі күні таңертең Джинхо оянып, сыртта жаңбыр жауып тұрғанын көреді. Ол қатты толқып, орнынан атып тұрып, әкесін оятуға тез жүгіріп, тезірек станцияға барып, анамды қайтарып алайық, деді. Ол әлдеқашан келген болуы керек. Джинхо тез шапанын киіп, сыртқа жүгіріп шығып, олардың үйінің жанындағы қараусыз қалған темір жол вокзалына қарай бет алды. Станцияда Джинхо анасын іздеп жан-жағына қарайды, бірақ өлгендер ешқашан қайтып оралмайды. Анасын таба алмаған соң, Джинхо жынды сияқты әрекет ете бастайды. Ал оның балалық ессіздігі Евгенийдің ауырсынуын күшейтеді. Оны жұбату үшін Евгенийдің айтуынша жолда мәселе туындаған болуы мүмкін. Сондықтан сіздің анаңыз бүгін келе алмады. Ол Джинхоны тыныштандыруға тырысып, қазір үйге қайтайық. Ертең біз қайтып келіп, анаңды қайтадан іздейміз, деді. Джинхо әкесін ұстап алып, анам маған жаңбырдың бірінші күні қайтамын деп уәде берді. Мен онсыз үйге бармаймын, деді. Уджин Джинхоны көндіру үшін барын салады, және оны үйіне шығарып салу үшін оны қолына алады. Кенеттен Уджин түннелдегі фигураны байқайды. Джинхо бұл ана болу керек дейді. Уджин үрейленіп Джинхоға, осында қал, мен алдымен барып тексеремін, дейді. Бірақ Джинхо тыңдамай, фигураға қарай жүгіріп барып, оны шақырады. Уджин фигураны көргенде шошып кетеді де, қорқып шегінеді. Өйткені қыз Суаға ұқсайды. Қыз Джинхоға қарап, сен кімсің, деп сұрайды. Джинхо, мен сенің ұлыңмын, Джинхо деп жауап береді. Сен мені танымайсың ба? Жаңбыр жауған кезде қайтып келемін дедің бе? Бұл арада Уджин әлі есеңгіреп, өз көзіне өзі сенбей отыр. Ол бұл арман емес екеніне көз жеткізу үшін бетінен ұрады. Джинхо Суваның қолынан ұстап, үйіне сүйреп апарады. Олар үйге жеткенде, Джинхо қабырғадағы суреттің жақтауын алып тастап, міне, бұл сенің суретің, дейді. Оның қасындағы бала менмін. Джинхо тіпті Суаны өзі үшін жасаған суретімен үйге шақырады. Уджин әлі күнге дейін қорқыныштан арылып, бұл шынымен де Суаның рухы ма екен деп ойлайды. Оның шын мәнінде кім екенін және станцияда қалай болғанын білу үшін Уджин оқиғаның аяқталуын күту керек. Евгений Суаға үйде бәрі сен оны тастап кеткендей болғанын айтады. Қалағаныңды пайдаланудан тартынба. Сосын Джинхоны тез жуынатын бөлмеге апарады. Джинхоның айтуынша, анам көктен қайтып келе жатқанда басын ұрған болуы мүмкін. Сондықтан оның есінде ештеңе жоқ. Уджин, сенің анаң туралы ешкімге айтпаймыз. Әйтпесе ол ашуланып, көкке оралуы мүмкін дейді. Біз осы уақыт бойы онымен бірге болғанда кейіп танытамыз. Джинхо қуана анасы туралы ешкімге айтпауға уәде береді. Олар жуынатын бөлмеден шығып бара жатқанда, Суа оларға сенімсіздікпен қарап, мен шынымен екеуіңмен бірге тұрдым ба, деп сұрайды. Уджин, біз мұнда үшеуміз тұрамыз, деп жауап береді. Сен менің әйелім және Джинхоның анасысың. Суа оларға күдіктене қарап, олай болса, неге Джинхо мені қарсы алып, мен көктен оралдым деп айтты. Ал сен неге бәрі мен кеткендей болды деп айттың, деп сұрайды. Мен шынымен де үйден бейберекет шығып кеттім бе? Мұны естіген Уджин мен Джинхо тез арада заттарды ретке келтіре бастайды. Бірақ Уджин сөз таппай қалады. Содан кейін Джинхоға бір ой келіп, шындығында сен ауырып қалдың, ал сен тұрған жер жұмақ деп аталды, дейді. Суа, олай болса, мен неге аурухана төсегінде емес, түннелде болдым, деп сұрайды. Уджин әлі де жауап бере алмай жатыр. Ал Джинхо не болып жатқанын түсінуге тырысып, кеше сенің жағдайың жақсы болды. Біз түннелде жасырынбақ ойнауға бардық, дейді. Ойнап жатқанда басыңды ұрдың, сондықтан есіңде ештеңе қалмауы мүмкін. Сол түні Уджин мүлде ұйықтай алмады. Өйткені оның санасы түрлі сұрақтарға толы болды. Ол қайта-қайта ойлана берді. Бұл қыз шынымен Суа ма? Әлде ол басқа біреу ме? Немесе ол Суаның рухы шығар? Өзінің күмәнін растау үшін Евгений Джинхоның бөлмесіне кіріп, Джинхоның Суамен бірге ұйықтап жатқанын көрді. Ол ақырын Суаға жақындап,
оның бетіне қолын тигізді. Дәл сол кезде Евгений Суаның рух емес екенін түсінді. Ол шынымен де тірі адам еді. Келесі күні таңертең Джинхо әдеттегідей көйлегінің түймелерін дұрыс бекітпеуге тырысты. Бірақ Суа оны шақырып алып, оны жөндеп берді. Уджин мұны үлкен күлімсіреп бақылап отырды. Суа әкесі мен баласы бір-біріне өте ұқсас екенін айтты. Уджин сабырлы болуға тырысып, былай деп жауап берді: мен көйлегімнің түймелерін дұрыс баса аламын, бірақ кенеттен оның шалбарының сыдырмасы ашылғанын байқадым. Ұялғаннан кейін ол тез бұрылып, найзағайын қысты. Джинхо оның жолын қуып, Суаның бетінен сүйіп, мектепке кетті. Уджин де Суаның бетінен сүймек болды, бірақ ұялғаннан тоқтап, оның суретін бұрынғыдай сүйіп алды. Джинхоны мектепке апарғаннан кейін Уджин кетіп қалды. Бірақ Джинхо мектепке бармады. Оның орнына ол тікелей үйіне қайтты. Ол күні бойы Суамен ойнап жүрді. Ойын кезінде, Суа бокс кеші кезінде кездейсоқ Джинхоның мұрнын ашытып алған. Кешкі ас кезінде Джинхо анасы дайындаған тағамды жегісі келетінін айтады. Суа ештеңе есінде болмағандықтан, ол тамақ дайындауды ұмытып кетеді. Бірақ Джинхоны қуанту үшін Суа тамақ дайындауға тырысады. Бірақ кездейсоқ макаронды ыстық майға салып жібереді де, ол барлық жерге төгіліп кетеді. Джинхо қорқып, үстелдің астына тығылып қалады. Ал Евген Суаға ыстық май шашылып кетпес үшін, оны жабу үшін тез артына бұрылады. Бірақ Уджиннің арқасына бірнеше макарон шашырап кетті. Суа оған күйікті емдеу үшін көйлегін шешуін айтқан кезде, Евген қателесіп, оны сұрайды деп ойлайды. Ол шалбарын шешуін сұрайды және оны тез жасайды. Суа жақпа майына келгенде, Уджин оның көйлегін шешуін қалайтынын түсінеді. Бұл оны ұятқа қалдырды. Суа жақпаны Уджиннің арқасына ақырын жағып жатқанда, ол: біз алғаш қалай таныстық деп сұрайды. Уджин: біз орта мектепте кездестік деп жауап береді. Сен ең жақсы оқушы едің, ал мен жүзу командасында болдым. Мен уақытымның көп бөлігін жүзумен өткіздім. Ал қалған уақытымды сыныпта өткіздім. Күні бойы жүзгеннен кейін мен ұйықтап қалатынмын. Ешкіммен сөйлесуге мүмкіндігім болмады. Бірде маған саған жүзуді үйрету тапсырылды. Сен суға батып кете жаздадың. Мен сені құтқарып қалдым. Дәл сол кезде мен саған ғашық болдым. Ханк Евгенийдің орта мектептен бергі ең жақын досы болды. Және ол Евгенийге қалам немесе қарындаш сұрап, Суамен сөйлесуді ұсынды. Ханктың кеңесіне құлақ асқан Евгений батылдық танытып, Суадан қалам сұрайды. Бірақ ол бас тартады. Бей жаттығу кезінде Ханк Евгенийге: егер сен Суаны ұнатсаң, ол сені міндетті түрде серіктес етіп таңдайды, дейді. Кейінірек Евгенийде Суада солақай екені белгілі болды. Сондықтан мұғалім оларды би серіктесі ретінде жұпқа бөледі. Суа Евгенийге жақындағанда, оның қолдары мен аяқтары дірілдей бастайды. Апат салдарынан Евгений кездейсоқ Суаның бетінен ұрып, мұрнынан қан кетіп қалады. Осы сәттен бастап олардың ешқайсысы енді бір-бірімен сөйлеспеді. Қоштасу күні Ханк Евгенийді Суаға үйленуге ұсыныс жасауға шақырады. Дәл осы сәтте Суа пайда болады. Ол шын мәнінде мектеп туралы естелік ретінде күнделігіне барлығының қолтаңбаларын жинауға келді. Қобалжығандықтан ол Ханк пен Евгенийден күнделігіне қол қоюын сұрайды. Қол қойғаннан кейін Евгений ойланбастан Суаға қаламын береді. Мектептен кейін Ханк пен Евгений жақын маңдағы колледжге барады. Ал Суа Сеулдегі университетке барады. Евгенийдің әңгімесін тыңдағаннан кейін Суа қаламына қарап, бәрін есіне түсіруге тырысады. Бірақ ештеңе есіне түсіре алмайды. Дәл осы сәтте Джинхо оянып, анасына жүгіріп барып, тізесінде ұйықтап қалады. Суа Евгенийден сұрайды: біз колледжде оқып жүргенде де кездескен жоқпыз ба? Евгений былай деп жауап береді: колледждегі алғашқы жазғы демалысымызда мен сізге қоңырау шалдым, бірақ сіздің даусыңызды естігеннен кейін мен өзімді сөйлей алмадым. Ханк мені кабинаға қамап қоймақ болды, бірақ сәтсіздікке ұшырады. Жылдар осылай өтті. Міне, бір күні мен ақыры батылдық танытып, саған қоңырау шалдым. Сен сәлем дегенде мен шошып кеттім. Мен телефон тұтқасын қоя жаздадым, бірақ Ханк мені тоқтату үшін төбелесті бастады. Не айтарымды білмей, мен сенен ақымақтықпен қаламымды қайтарып беруіңді өтіндім. Мұны естігеннен кейін ғана сіз Сеулден біздің қалаға келуге келістіңіз. Телефонды қойған соң, Ханк екеуміз қуаныштан жынды сияқты билейміз. Келесі күні Уджин шашын бояп, қызғылт пальто мен пальто киіп, күлкілі болып көрінеді. Ол Суамен кездесуге осы күлкілі киіммен келді. Уджиннің қобалжығаны сонша, ол бір ауыз сөз айта алмайды. Суа Уджинге қаламын қайтарып жатқанда кетуге бұрылды. Бірақ Уджин қобалжып, шөлдеп тұрсың ба деп сұрайды. Ол иә дегенде, екеуі бірге кешкі асқа шығады. Кешкі астан кейін олар үйге қайту үшін аялдамаға жаяу барады. Біраз уақыттан кейін автобустар келеді. Сью анда-санда: бұл автобуста адамдар тым көп. Мен келесі автобусқа отырамын, дейді. Егер ол автобус сәйкес келмесе, мен келесісін күтемін. Уджиннің автобусы келгенде, ол: сен бірінші бар, сосын мен барамын, дейді. Олар бірге көбірек уақыт өткізу үшін әдейі бірнеше автобусты өткізіп жібереді. Ақыры Суваның автобусы келеді. Ол оған мінгенде, Евгений кенет бар күшімен жүгіріп келіп: мен саған үнемі хат жазып тұрғым келеді деп автобусқа секіреді. Сува Евгенийдің жаңбырда суланып жатқанын және шашының бояуы төмен қарай ағып жатқанын байқайды. Ол аузын қолымен жауып күліп: сен маған қалаған кезде хат жаза аласың, дейді. Дәл осы кезде автобус жүргізушісі Евгенийді автобустан шығарып алады. Осы уақытқа оралып, Евгенийдің ақымақ әңгімесін естіген Суа мен Джинхо күліп жіберді. Евгений жұмысқа келіп, жаңалықтардан алдағы бірнеше күнде жаңбыр жауып,
биылғы жаңбырлы маусым ұзаққа созылатынын естіді. Мұны естіген Евгений қатты қуанды. Хон Джон мұны байқап, "Не болды?" деп сұрады. "Соңғы бірнеше күнде көңіл күйіміз өте жақсы болды. Сен біреумен кездесіп жүрсің бе?" деп жауап береді Евгений. "Мен ешкіммен кездесуге қызықпаймын." Хон Джун мұны естігенді ұнатпайды. Екінші жағынан, Ли риза болып, Хон Джунға "Егер қаласаң, менімен кездесе аласың" дейді. Хон Джун ашуланып, "Сен нағыз ақымақсың" деп жауап береді. Бұл пікір Лиді біраз шатастырады. Осы кезде Суа балконда тұрып, жаңбырға қарап тұр. Оның көзі үйдің алдындағы кішкентай бөлмеге қарайды. Қызығып, ол бөлмеге кіріп, өзінің өткен күндерінен естеліктерге толы екенін көреді. Мұнда Суаның өзі жасаған Уджин мен Джинхоның қарындаш эскиздері бар. Осы фотосуреттерді қарап отырып, Суа олардың отбасы кішкентай болса да, махаббат пен бақыттың жетіспейтінін түсінеді. Екінші жағынан, Ханг Юджинді мейрамханаға шақырады. Өйткені ол өзіне ұнайтын қызды тауып алды. Ханг Юджиннің үйленгенін, ал Джинхоның анасы болғанын, сондықтан олардың өмірі толыққанды болғанын қалайды. Юджин Хангтың өзіне таңдаған қызын көргенде, Хангтың оны не үшін шақырғанын түсініп, мейрамханадан шығып бара жатып ашуланады. Юджин үйленгісі келмейді. Өйткені ол Суаның жүрегіндегі орнын басқа ешкімге бере алмайтынын біледі. Кейінірек Ханг мейрамханаға оралып, Юджинге таңдаған қызының оны шынымен жақсы көретінін түсінеді. Сол күні кешке Ханг қатты мас болып, мас күйінде Юджиннің үйіне пингвин киімін киіп келді. Ол үйге баса көктеп кіріп, "Мен көктен түстім" деп айқайлайды. "Менің атым Суа." Евгений сахнаға шықпау үшін Хангтың аузын тез жауып тастайды. Сырттағы шуды естіген Суа оны көруге барады. Бірақ Джин Хо есікке қарай жүгіріп келіп, оны тоқтатып, "Егер сен Ханг ағайды көрсең, қорқасың" деді. Ол қорқынышты көрінеді. Оның басы үлкен. Джин Хо әкесіне анасы туралы ешкімге айтпаймын деп уәде берді. Сондықтан ол Суаның сыртқа шыққанын қаламады. Джин Хоның наразылығына қарамастан, Суа сыртқа шығып, Хангты көреді. Ханг Суаны көргенде "Елес" деп айқайлайды. Елес және қорқып қашып кетеді. Балконда Евгениймен бірге отырғанда, Суа Евгенийден студенттік өмірінің тарихын айтып беруін сұрайды. Евгений оған бірінші кездесуден кейін Суаға үнемі хат жазып тұратынын айтады. Кейін қысқы демалыста екеуі қайта кездесіп, бірге кино көруге кетті. Кинотеатрда бір қызық оқиға болып жатыр. Уджин Суаның қолынан ұстап тұрмын деп ойлап, ақыры олардың артында тұрған адамның аяғынан ұстап алады. Суа қатты күледі. Ал Уджин ұялып, театрдан жүгіріп шығады. Суа ақырын қолын Уджиннің күртесінің қалтасына салады. Осылайша олар бірінші рет қол ұстасып тұр. Қазіргі уақытқа оралсақ, Суа сол кездегідей қолын Уджиннің күртесінің қалтасына салады. Ал Уджин бірінші күндегідей оның қолын ұстайды. Олар жан-жағына қарап, Джин Хоның ұйықтап жатқанын көреді. Сондықтан олар мүмкіндікті пайдаланып, бірге велосипедпен серуендеуге шығады. Юджин Суаны таудың басына шығарып салып, оған дүрбі береді. Суа бинокльге қараса, фильм көрсетіліп жатқан үлкен мониторды көреді. Ол фильмге назар аударып жатқанда, Уджин оны сүйіп алу үшін оған ақырын жақындайды. Алайда Суа оның Уджин екенін түсінбей, оны шапалақпен ұрады. Суа фильмді көруге қайта оралады. Бұл жолы Уджин оның қасына қайта келіп, оны сүйеді. Келесі күні таңертең Джин Хоның жұмыс үстелін жинап жатқанда, Суа аспаннан келген пингвин атты әңгімелер кітабын тауып алады. Ол бұл оқиғаны шынымен Джин Хо үшін жазғанын түсінеді. Бұл оқиғаны оқығанда Суа өзін жайсыз сезінеді. Содан кейін ол қуана-қуана олардың неке жүзігін тағып алады. Суа Джин Хоның терезеге бірнеше беде жапырағын жапсырғанын байқап, одан әрі не болатынын сұрайды. Джин Хо: "Егер сен оларды жабыстырсаң, жаңбыр жауады. Өйткені мен жаңбырды шынымен жақсы көремін" деп жауап береді. Сю Джин Хоға өлер алдында 4 жапырақты 10 беде табылса, тілек орындалатынын айтты. Сондықтан Джин Хо беде теріп жүрген. Келесі күні үшеуі орманда пикникке шықты. Олар күні бойы қыдырып, көңіл көтерді. Қайтар жолда Уджин екеуінде арқасынан итеріп жіберді. Олар үйге жеткенше Уджиннің шаршағаны сонша есінен танып қалды. Есін жиған кезде Уджин қатты шаршағанда немесе жүрек соғысы жиілегенде есінен танып қалатынын түсіндіреді. Суа сұрайды: "Бұл қашан басталды?" Уджин: "Бұл мені ұлттық жүзу жарыстарына қатысуға шақырған кезде басталды" деп жауап береді. Содан кейін оқиға өткенге айналады. Уджин ұлттық жүзу жарыстарына қатысуға таңдалған кезде Суа оны 4 жапырақты беде сыйлап құттықтады. Уджин жарысқа дайындалу үшін күндіз-түні жаттығады және дәл осы уақытта ол алғаш рет есінен танып қалды. Дәрігердің қорытындысы оның жағдайының ешқашан жақсармайтынын растады. Уджинге жүрек соғу жиілігін бақылауда өте сақ болу керек болды. Егер ол жиілеп кетсе, ол біраз уақыт есінен танып қалар еді. Осы ауруға байланысты Уджин жүзуден бас тартуға мәжбүр болды. Ол жүзуді тастағаннан кейін Суа оны көруге келді. Ол: "Сен неге жүзуді тастадың?" деп сұрады. Уджин өзінің жағдайы туралы шындықты жасырып, оған енді оған деген сезімі жоқ екенін айтты. Содан кейін ол оны итеріп жіберді. Бірнеше күн өтті. Уджин Суаны қатты сағынды. Сондықтан ол оны көру үшін Сеулге барды. Уджин оның қасына сөйлесуге келгенде, кенеттен Суаның алдына қара көлік тоқтады. Ол көлікке отырып кетіп қалды. Уджин Суаның кеткенін түсініп,
жүрегі қысылып қалды. Ол суа берген 4 жапырақты жоңышқаны тастап кетіп қалды. Осыдан кейін Уджин өз қаласындағы жүзуді үйрету орталығына жұмысқа орналасып, жақын маңдағы ауылдағы шағын үйде тұра бастады. Айлар өтіп жатыр. Бір күні Суа оған телефон соғып, қазіргі мекен жайын сұрайды. Көп ұзамай Суа онымен бір жола бірге тұруға көшеді. Ол Уджинге жүгіріп келіп, оны қатты құшақтап, уайымдама, бәрі жақсы болады, дейді. Мен сенсіз өзімді төмен сезінемін. Сен маған қатты керексің. Бұл сөздерді естіген Евгений қатты әсер етіп, оны күлімсіреп қарсы алады. Оқиға қазіргі уақытқа оралады. Евгенийдің махаббат хикаясын естіген Суаның жүрегі қатты елжіреп қалды. Бұрынғыдай, ол Евгенийді қатты құшақтап, олар қатар жатқанда басын кеудесіне қояды. Суа Евгенийге тағы да ғашық болады. Евгений, сен бәрін, оқуыңды, отбасыңды, мансабыңды артта қалдырып, маған келдің дейді. Сен маған ажырасуымыздың әрбір секундын жек көретініңді айттың, деп жалғастырды ол. Содан кейін сен маған ұсыныс жасауымды өтіндің. Біз үйлендік, ал біздің кішкентай Джинхо дүниеге келді, деп жауап береді Суа. Мен сенімен мәңгі осылай қалғым келеді. Келесі күні таңертең Суа кішкене бөлмені жинауға келеді. Тазалау кезінде ол кітап сөресінен күнделік тауып алады. Бұл оның өзі жазған күнделік екені белгілі болды. Бірақ ол күнделікті оқығанда оның не жазылғанын мүлде есіне түсірмейтінін байқайды. Күнделігін оқып болған соң, ол пингвиндер туралы әңгімені қайта оқиды. Қандай да бір себептермен ол қатты таңғалды. Суваның есеңгіреп қалуының себебі оқиғаның соңында ашылады. Сол күні кешке Уджин Джинхоны шомылдырып жатқанда, Джинхо, менде 8-4 жапырақты беде болды. Енді неге олардың 9-ы бар, деп сұрады. Мұнда тағы біреуін кім қойды? Уджин, мен оны отырғызған жоқпын, деп жауап береді, дейді Джинхо. Сонда оны отырғызған анам болса керек. Суа бірте-бірте Джинхоға кешкі ас әзірлеуді, киім жууды, үй жинауды, тіпті сусабынмен жууды үйретеді. Сол күні кешке Суа Джинхоның қатысуымен балаларға арналған бейнебаянды көреді. Бұл видеода ол екеуіңнің пингвиндерге ұқсайтындарыңды айтады. Пингвиннің анасы тамақ ішуге шыққанда, пингвин әкесі суықта баласын кеудесіне қысып алады. Уджин тездет, оны ұста дейді. Мен дәретханаға баруым керек. Мен бейне жазбаны көріп отырғанымда, Суа өзінің кішкентай отбасының жұмақтың кішкене тіліміне ұқсайтынын сезеді. Бірақ ол сол әдемі сәттерді есіне түсіре алмайды. Бұл естеліктерді есіне түсіре алмаған Суа жылай бастайды. Есіктің сыртында тұрған Уджин оның жылағанын естіп, қайғыдан тоңып қалады. Бұл ол. Сол түні Уджин мен Хан түннелге келіп, құрғақ бұтақтардың көмегімен оның кіреберісін жауып тастайды. Бұл олар Суаны тапқан түннел. Уджин енді жаңбырлы маусым аяқталғанда, Суа бұл түннел арқылы өтіп, ешқашан оралмайды деп сенеді. Бір күні Джинхоның досының анасы Евгенийге телефон соғып, Джинхоның көлігін еш себепсіз кір жуғыш ұнтақпен тазалағанын айтады. Ол Джинхоның психикалық проблемалары болуы мүмкін және дәрігерге көрінуі керек деп болжайды. Евгений Джинхоның атынан кешірім сұрап, оны үйіне шығарып салады. Кенет Джинхо тоқтап, қатты жылай бастайды. Менің досым маған көлікті жуған күні қатты жаңбыр жауғанын айтты, деді. Мен анамнан қайта айырылғым келмейді. Қажет болса, мен бұл көлікті күнде жуамын. Бұл сөздерден Уджин жүрегін өткір жебе тесіп кеткендей сезінеді. Ол Джинходы жұбатып, көз жасын тыюға тырысып жатқанда, оны өзіне жақындатады. Келесі күні Суа Хангтың кафесіне келеді. Ханг оны көргенде аң-таң болып, қорқып қатып қалады. Суа қорқудың қажеті жоқ дейді. Маған сенің көмегің өте қажет. Ол одан көп уақытты қажет ететін көмек сұрайды. Ал Ханг келіседі. Бұл көмектің нақты не екені оқиғаның соңында белгілі болады. Кейінірек Евгений түннелді қайтадан жабу үшін бірнеше бұтақтарды әкелгенде, ол судың бұтақтарды жылжытқанын және түннелдің кіреберісі қайтадан ашық екенін көрді. Евгений қандай жағдай болмасын, олар Суаны бұл жерде ұстай алмайтынын түсінеді. Үйге келген соң Джинхо анасын іздеп айнала жүгіреді. Өйткені ол үйде жоқ. Ол ақыры оны тауып алды. Ол оған торт әкелді. Өйткені бүгін оның туған күні. Сол күні кешке Евгений мен Суа Джинхоның туған күнін бірге күліп, қуанып тойлайды. Джинхо осы сәттен ләззат алып, үшеуі бірге суретке түседі. Суа қызығушылықпен Евгенийден сұрайды. Сен қалай ойлайсың? Джинхо өскенде қандай болады? Мүмкін ол да сен сияқты сымбатты шығар. Солай емес пе? Евгений үнсіз тұрып, көз жасын тыяды. Олардың жүректерінде айтылмаған қорқыныш, бір-бірін қайтадан жоғалтып алудан беймәлім қорқыныш бар. Келесі күні Джинхо мектебінде мәдени шара өтеді. Оған Джинхоның екі ата-анасы да қатысуы керек еді. Бірақ Уджин жұмыста кешігіп қалды. Ал Суа кешігіп, Джинхоны қатты ренжітті. Барлық балалар ән айтады. Бірақ Джинхо жерге қарап тыныш тұр. Суа пайда болған кезде Джинхо оны байқамайды. Өйткені ол төмен қарап тұр. Ән аяқталғаннан кейін балалар болашақ туралы армандарымен бөлісе бастайды. Біреулер әнші болғысы келетінін айтса, енді біреулер актер, дәрігер немесе заңгер болғысы келетінін айтады. Кезек Джинхоға келгенде, ол жайбарақат тұрып, басын көтеріп,
Суваны көреді де, алға шығып, мен жақсы жүгіремін дейді. Сосын кенет үнсіз қалады. Содан кейін ол дірілдеген дауыспен, мен қуырылған жұмыртқаны қуыра аламын, үйді жинай аламын дейді. Мен киімді кептіру үшін іліп қоймас бұрын оны қалай сілкіп тастау керектігін білемін. Мен шашымды су сабынмен жуа аламын, бірақ тырнақтарымды қолдана алмаймын. Мен жұмыртқаны қуырған кезде оларды абайлап ұстауым керек, әйтпесе олар сынып қалады. Енді мен әкеме қамқор бола аламын, өйткені мен анама әрқашан қамқор болатыныма уәде беремін. Мен бұл сөздерді кішкентай баладан естігенде, жиналғандардың бәрі көздеріне жас алады. Олардың барлығы Джин Хоға ризашылықтарын білдіру үшін қатты қол шапалақтайды. Ал Суа үлкен мақтаныш сезімін сезінеді. Оның көздері бақыттың көз жасына толады. Осы кезде Евгения Лидің бастығы бассейнде есінен танып қалғанын көреді. Евгения оны құтқарып үлгерді. Бірақ жүрегінің соғуы Евгенийдің өзін есінен танып қалуына себеп болды. Дәл осы сәтте күн сәулесі бұлттарды жарып өтіп, жаңбырлы маусымның аяқталғанын білдіреді. Суаның кететін уақыты келді. Жедел жәрдем көлігінде Уджин есін жиып, бірден туннельге қарай бет алады. Осы кезде Джин Хо күн сәулесін көріп, үйіне жылап жүгіреді. Бірақ анасының еш жерде көрінбейтінін көреді. Ол жан жағына қарап, үстелдегі пингвиндер туралы әңгіменің бір бетін байқайды. Онда жұмаққа баратын пойызды жіберіп алсаңыз, бұл ешқашан болмайды деп жазылған. Суа туннельге қарай баяу келе жатқанда, кенет Джин Хо оны арт жағынан ұстап алып, мама деп шақырады. Джин Хо жылап жатыр. Сен кетіп бара жатырсың, солай емес пе? Суа көзіне жас алып, мен баруым керек дейді. Мен сені бірінші рет көргенде танымадым, сондықтан мені кешір. Джин Хо жылап тұрып, мені кешір дейді. Суға таңғалып, неге менен кешірім сұрайсың деп сұрайды. Джин Хо жылап тұрып, сен мен үшін өлдің деп жауап береді. Сенің туыстарың әкеме мен туылғаннан кейін ауырып қалғаныңды айтты. Егер мен бұл туралы бұрын білсем, сені ешқашан мазаламас едім. Сува да жылап отырып, саған мұны кім айтты деп сұрайды. Сен мені ешқашан мазаламадың, ал сен менің өміріме кіргенде ол толыққанды болды. Джин Хо әлі жылап, бірақ мен бұл жерде болмасам, сен әкеңмен көбірек уақыт өткізер едің дейді. Сува, мен 100 жыл өмір сүрсем де, сенсіз ешқашан бақытты болмас едім деп жауап береді. Мен сенің бар болғаның үшін шын жүректен ризамын. Мен көкке қайта ораламын және сені әрқашан сол жерден бақылап отырамын. Маған уәде бер. Сен өзіңе қамқор боласың және әрқашан әкеңе қамқор боласың. Джин Хо сені ешқашан ұмытпаймын дейді. Анашым. Мұны естіген Сува енді өзін ұстай алмайды. Ол Джин Хоны қатты құшақтап, оны соңғы рет құшақтап алды. Осы уақытта Ю Чин туннельге қарай бет алып, шаршаумен күресіп жатыр. Жолда ол бірнеше рет есінен танып қалды. Бірақ есін жиған сайын Сю мені күт деп айқайлап жүгіре берді. Мен қазірдің өзінде келе жатырмын. Кеше түнде Сю оған, мен әрқашан Джин Хоның қасында боламын деді. Егер сен менің саған ауыртпалық түсіргенімді сезсең, көкке бар. Мен саған жақын жерімді сақтаймын. Ву Джин алға ұмтылуға тырысып, ақыры туннельге жетіп, Суаның алыста баяу жоғалып бара жатқанын көреді. Екеуінің де көздеріне жас алғанымен, олар тыныштықты сезінеді. Олардың көздерінен бір-бірін жоғалтудың азабы көрініп тұр. Осы сәттен бастап, Джин мен Джин Хо өздерінің күнделікті жұмыстарын мұқият ұйымдастырады. Джин Хо қазір қуырылған жұмыртқаны өзі қуырып жатыр. Ал Джин көйлегінің түймелерін дұрыс бекітіп жатыр. Қазір олардың үйі үнемі таза және жинақы. Олар күн сайын үйден шығар алдында Суаның суретін сүйіп отырады. Джин енді бұрынғыдай шаршамайды. Қазір ол оқу орталығында балаларға жүзуден сабақ береді. Бір күні Джин Суаның кетіп бара жатқанда қалдырған жазбасын тауып алады. Жазбада Суаның күнделігі туралы мәліметтер бар. Джин Суаның бөлмесіне барып, оның күнделігін оқи бастайды. Біз бұл оқиғаны осы уақытқа дейін Джин Хо мен Джиннің көзқарасы бойынша қарастырдық. Бірақ енді ол Суаның көзімен көрсетіледі деп жазады Суа. Мен оны орта мектептің бірінші күнінде кездестірдім. Жол тар болғандықтан қолшатырын жауып тастады. Мен оны қыздарға көрсеткен құрметі үшін ұната бастадым. Бір қызығы, біз бір мектепте, бір сыныпта оқыдық. Бір күні мен жүзуді оқып жүргенімде суға батып кете жаздадым. Мен Джиннің алдында ұялғаным сонша, оған алғыс айтпай қашып кеттім. Бір күні сабақта отырғанымда күнделігіме Джиннің атын жазып алдым. Кенет Джин менен қалам сұрады. Мен қорқып, одан бас тарттым. Мен үйге келгенде ақымақтығыма өкіндім. Кейінірек би жаттығуы кезінде мен оның серіктесі болғым келді. Бірақ маған басқа біреумен айналысуымды айтты. Мен өз биімде әдейі қателіктер жібердім. Сондықтан мені Джинмен жұптастырды. Бірақ кездейсоқ Джин мені ұрып жіберді. Мұрнымнан қан кетті. Мен сол күні Джинге ренжіген жоқпын. Бірақ оған не айтарымды білмедім. Мектептегі соңғы күнімде мен оған әлі де өз сезімімді айта алмадым. Мен оның қолтаңбасын алу үшін ғана бардым. Бірақ оның сенімен бірге болғаныма қуаныштымын деп жазғанын көргенде мен қатты қуандым. Мен қателесіп, оның қаламын өзіммен бірге алып кеттім. Содан кейін мен оған бірнеше рет қоңырау шалуға тырыстым, бірақ сөйлеуге батылым жетпеді. Бір күні бар батылдығымды жинап, ақыры Джинге телефон соқтым. Мен телефон соғайын деп жатқанда,
Уджин маған қоңырау шалып, оның қаламын қайтарып беруімді өтінді. Мен қаламды қайтарғанымда, ол мені артымнан шақырды. Мен қатты қуандым. Ақыры біз бірінші кездесуге бардық. Бірте-бірте жақындай бастадық. Бірақ кенеттен Уджин менімен байланысуды тоқтатты. Біз кездескен кезде ол мені енді көргісі келмейтінін айтты. Содан кейін мен күнде-түнде жылайтынмын. Бір күні қатты жаңбыр жауды. Колледждегі досым мені үйге апаруды ұсынды. Мен оның көлігіне отырдым. Бірақ мен кенет көлікте Уджинді көрдім. Мен тез шығып, оны іздеп жүгірдім. Бірақ ол жоқ. Оның орнына мен оған жолда берген 4 жапырақты жоңышқаны көрдім. Мен Уджиннің шынымен де мені көруге келгенін түсіндім. Мен оны іздеп жүгірдім. Бірақ кенеттен жол апатына ұшырадым. Мен көзімді ашсам, алдымда орта жастағы ер адам, мен баланы көрдім. Бала мені ана деп атайтын. Сол күні апаттан кейін мен барлық естеліктерімді жоғалтып алдым. Және болашақта 8 жылдан кейін ояндым. Басында маған бәрі біртүрлі болып көрінді. Бірақ бірте-бірте мен Уджинге ғашық болып, Джинхоны өзімнің туған жерім ретінде қабылдадым. Содан кейін мен олардан алыстауға тура келді. Көзімді қайта ашсам, аурухана төсегінде жатқанымды көрдім. Дәрігер менің есін жиғаныма 6 аптаға жуықтағанымды айтты. Басында мен мұның бәрі жай ғана арман деп ойладым. Bir күні мен жасырын түрде Уджиннің жаңа үйіне бардым. Мен кішкентай бөлмені көрдім. Сол кезде мен комада жатқанда көргенімнің бәрі ақыры орындалатынын түсіндім. Уджин үйленеді. Оның әдемі баласы болады. Ал 8 жыл бірге болғаннан кейін мен күтпеген жерден өліп, Уджин мен Джин Хуоны артта қалдырамын. Мен мұндай жас кезімде ешқашан өлгім келмеді. Мүмкін, егер мен басқа біреуге тұрмысқа шықсам, менің болашағым басқаша болар еді. Бірақ мен бұл өмірде ешқашан Джин Хо мен Уджин сияқты бақытты болмас едім. Сондықтан мен махаббат жетіспейтін осы қысқа өмірді таңдадым. Мен бәрін тастап Уджинге келдім. Күнделікті оқығаннан кейін Уджин өзінің барлық сұрақтарына жауап табады. 12 жыл өтті. Ал бүгін Джин Хо 20 жасқа толды. Ханг ағай Джин Хоға торт пен құттықтау хатын алып келді. Бұл Суаның Хангтан сұраған көмегі болды. Суа оған Джин Хоның 20-шы туған күніне торт пен ашық хаттар әкелуін айтты. Джин Хо Суаның артында қалдырған барлық ашық хаттарын мұқият сақтайды. Ал бүгін бұл оның оған қалдырған соңғы картасы. Ашық хатта 20 жасыңыз құтты болсын деп жазылған. Сен сонша жетілгенсің ғой, солай емес пе? Анаң көктен қол қойған шынайы махаббатыңды табасың деп үміттенемін. Ханг Джин Хоға қарап, бүгіннен бастап мен сенің анаң берген уәдеден босатылдым, дейді. Джин Хо өзінің алғашқы кездесуіне қалаға барамын деп жауап беріп, Хангтан оны шығарып салуын өтінеді. Ол әкесімен қоштасып жатқанда, Джин Хо, мен жақында қайтып келіп, саған кешкі ас әзірлеймін, дейді. Джин Хо кеткеннен кейін, Уджин әдеттегідей Суаның күнделігін қайта оқиды. Күнделіктің соңғы бетінде, сенімен бірге болғаным керемет болды. Менің өмірім ұлылыққа толы болды деп жазылған. Міне, Уджин көктегі Суваға қосылу мүмкіндігін күтіп отыр. Олар мәңгі бірге бола алатын күндерді санап жатыр. Осы тамаша сәтпен бүгінгі драма аяқталуға жақын. Маған драманың сізге қалай ұнағанын айтуды ұмытпаңыз. Егер менің әңгімелерім сізге ұнаса, менімен бірге болу үшін міндетті түрде лайк басып, пікір қалдырыңыз. Мен қазір кетемін. Бірақ жақын арада жаңа драмалық оқиғамен кездескенше, әзірше абай болыңыз.